Достар, қайырлы күн бәріңізге. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай кір жуғыш машинаны автомат тазартамыз. Бұл менікі емес, хозяйканікі, осы үйдікі. Біз квартира жалдап тұрып жатырмыз. Мынаны қарасаңыздар, іші деген қап-қара. Іші деген прям қараң болып тұрсы көрмей тұр, бірақ прямо деген енді. Мына астын бәрін бірінші мен лимонный кислотамен, нанның ішінде қараңыздар, лимонный кислотамен жуып аламын, 1 сағатқа қойып. Сосын барып, если кетпесе, нелер қолмен щеткамен жуамыз. Бұны қалай тазарту керектігі менде бар. Өзім тазартам, сендер де видеосын қарап тазартсаңдар болады. Ішіне салмаймыз. Bir сағатқа қоямыз. Сосын тазалаймыз. Ішін нелерін бәрін. Жуылып болды. Көреміз. Кәдімгідей тазартқан, бірақ та мен бұны қазір щеткамен езіліп тұр, кірі былай. Қазір осыны көрдіңіздер ме? Кірі езіліп тұр. Осыны тряпкамен сүртіп аламын. Или щеткамен щеткілеймін. Тағы бір неге қоямыз, ополаскиванияға. Енді мына жерін ашып көрейік. Ашамыз. Міне қараңыздар, мынаның ішін. 40 жыл тұрған ғой. Біздің алдымыздағы квартираларда тұрған. Мынаның ішін полностью жуу керек енді қазір. Қазір жуып қояйын. Так, мынаның ішін мен сүртіп жатырмын, міне. Мынаған бір щетка болғанда ол күшті болатын еді. Қап-қара нәрселер шығып жатыр. Енді мынаны тоже жудым. Қайтадан орнына салып бораймыз, дұрыстап. Қатты қып бораймыз. Болды бұл. Оған еще тастар тұрып қалған мынандай. Так, енді мына жерді жуамыз. Так, мына жерді былай тряпкамен сүртеміз. Тряпкамен жуамыз, короче. Мына жаңа лимонный кислота бізге осыны қазып бүйтіп. Ойбай. Қысын қалды оны простой щеткой. Міне мына жерлердің бәрі қараңыздар қандай. Осының бәрін осылай тазартамыз. Осын тағы да бір неге қоямыз. Тағы да бір жууға қоямыз, сонда бәрі жуылады. Енді өздеріңіз көресіздер ғой, қай жер кір болып тұр, сол жерді алып өздеріңіз жуасыздар. Ашып тұрып, дұрыстап жуу керек. Сіздер де осылай жуып алыңыздар, кірлеп тұрса. Каналға жазылып, лайк басыңыздар. Мен қайтадан қойдым да, ополаскиватель плюс отжим дегенге қойып, бір шайып алдым. Сонда осындай болып шықты. Лотогын тоже жудым, ол менің арнамда бар. Негізі уксуспен жуған, уксусқа салып қойсаңыздар, суға салып күшті ағарып шығады. Сол менің арнама тіркеліп, лайк басып, поделиться етіп қойыңыздар.